Сәлем, бүгін мен медицинада оқу керектігінің 5 себебін айтам. Осы 5 себеп бойынша сіздер медицинаға түскен дұрыс екендігін түсіндірем. Так, ең бірінші себеп студенттік шақтың ұзақтығы. Иә, мысалы сіздер жұбанықта немесе басқа бір университетте оқысаңыздар, гуманитарлық университетте сіздің 4 жыл оқисыздар, сосын әрқайсысы әр қалаға кетеді, солай студенттік шақ қысқа болады. Медицинада сіздер 5 жыл бакалавриат, 2 жыл интернатура, тағы да резидентура, бірдеңе тура, яғни студенттік шағыңыз более ұзақта болады. Ол деген сөз, сіз күшті достарыңызбен, группаластарыңызбен күшті уақыт өткізесіз, көптеген қызықты естеліктер қалады, көп нәрсе үйренесіз. Так, екінші себеп. Медицина, ата-анамыз айтатындай, бұл бізде бірінші мамандық қой, дәрігер деген. Адам любой отбасыда дәрігер болу керек деген әңгіме болады. Яғни айтады ғой, кез келген отбасыда бір дәрігер болу керек, сол секілді бұл өлмейтін мамандық. Және де медицинаға түскен әр адам ол білімді уже білімді болып келеді, анау мына түсе алмайды. Медицинаға сен 120-дан 110-нан жоғары балл алу керексің. Сондықтан медицина ол адамға, қоғамға пайдасы бар мамандық, біріншіден. Екіншіден, ол солидный мамандық. Интеллигент қой, медик деген сөз. Халатын кие алады, больницада жүреді. Ол уже көрген адам уже оның ақылды, білімді екендігін уже сыртынан, халатынан білініп тұрады. Үшінші себеп. Так, Үшінші себепті мен капюшонымды киіп айтамын. Жақсы, ондай пафосно айттым. Так, үшінші себеп ол сен уже дәрігерсің. Сен уже ата-анаңды бағасың, ата-анаңды емдейсің, бала-шағаңды емдейсің, достарыңды емдейсің, сені барлығы іздейді. Сен ертең бүкіл достарың мына жерім ауырып жатыр, мына жер қазірден іздеп жатыр. Қазір студентпіз, уже өзіміз көп нәрсе білмейміз, но біреу мынау қалай болады, мынау қалай деп. Уже сен организміңді білесің, да? Біреудің де организмін білесің, сондықтан ертең болашақта отбасың болғанда оларды емдейсің. Бір жағынан өзің ауырып қалсаң, өзің біліп тұрасың, что мына жерім ауырып тұр деп. Бірақ оның бір жаман жері бар, что отырасың, ой, мен что-то ауырып қалдым, былай деп, андай күмәнді, жаман ойлар келіп ойыңа. Симптом третий курсника дейді ғой. Бір нәрсені уайымдай береміз, что ауырып қалдық деп. Одан кейін келесі, бұл төртінші себеп, бұл біздің жұмысымыз. Біздің жұмысымыз үкімет жағынан біздің жұмысымызды үкімет қолдайды. Медиктерді, дәрігерлерді жылда қолдап, олардың ақшасын жоғарылатып отыр. Яғни жұмыс жағынан, прибыль жағынан медик студенттер, медицина бітірген әрбір адам, ол уже бай ғой, былай айтқанда, Аллаға шүкір. Ол клиника аша алады, ол блогер бола алады, ол обычный поликлиникада врач бола алады, еще частный клиникада жұмыс жасай алады. Бірақ олар барлығы өзіңе байланысты деймін. Бесіншісі, ол өзің қалауы. Медицинаға түсем деген адам, ол уже ойланып келеді. Немесе ата-анасы айтады, медик бол, балам, потому что медицинаға түс, сондай секілді. Яғни өзіңнің қалауың болу керек қой. Осы өзіңнің қалауың медицина деп тұрса, онда ештеңеден қорықпа, ештеңеден сөзге ерме, тіке медицина. Уақыт өте келеді, саған ұнап кетуі мүмкін. Сонымен қысқа мен бүгін медицинаға түсу керектігінің 5 себебін айттым. Ендігі видеода медицинаға түспеу керек деген 5 причина айтатын болам. Сондықтан ұнаған болса, лайк бас, коммент жаз демеймін. Хочешь жаз, хочешь лайк поставь дейді, сол секілді. Сіздермен бірге болған мен Гиппократ. Әрбір оқырманым маған ыстық. Сондықтан сіздерге тек жақсы нәрсені үйретуге, айтуға тырысамын. Ауырайтын ғой.